Так, Hyundai Tucson моторын жинап келе жатырмыз. Так, бізде Рысқұлова 53-те токарный цехтен келді. Бұлар бізде немесін төсегін сұрайды. Төсек, постелі, коренной, коленвалды жонды. Сол жерде өздерінің кладыштарын, ремонтный кладыш салып, 0.25-ті. Сол жерде салып тексереді. А көп токарный цехтерде коленвалды алып барасың, жонып береді, алып келіп үйде жинайсың. Аналар өздері сол жақта бәрін өлшеп, тура сол кладыштарыңа келтіріп береді. Соның арқасында міне қолмен ағайланып тұр, бірақ қолым кеше таяқ жеді, оңбай. Осы 4 цилиндрден таяқ жеп жүреді қолым, саусақтары. Неге десең, анау 8 цилиндрде ит көп таяқ жемейді. Кеше айландырып отырған кезде мынаның арасына қалып қалды да. Мынаның қыры пышақ құсақты сойып түсті. Короче, кітап құсақты ашылды ғой мына саусағым. Так, оның бір плюсы міне қолдың күшімен идеально айланып тұр. Баяғы Жигули Москвичтер құсақты емес. Қысылып қалып, кладышты шешіп, кольцаны қырмен қырып жататын заман емес қазір. Уақыт көп жоғалтатынбыз о заманда. Жигули Москвич есімде бар еді бала кезде. Так, енді бұлар 56 ньютон-метр мен тартқан екен. 56 менді тартсақ болды. Бір болты немеге жібердім. Бір ГБЦ-ның болтын, мынаның болтын жаңа болса алып келдім, болмаса осы өзінің болттарын тартамыз. Өйткені резьбалар 50-50 болып тұр да кішкене. Сондықтан жаңа болт алып кел дегем. Жаңа болт алып келу керек бүгін. Оға дейін жалпы енді 56 болмаса да былай гайка бертпен тартып қойдық. Сол енді қанша күшпен пайдаламыз, қанша күшпен тартамыз, соны айтып кетем. Tucson ғой, Tucson так. Шатонный 20 ньютон-метр, 90 градус. Мынаны 56 ньютон-метр тартсаңдар болады. Мануал бойынша, мануалында осы видео қосып кетем, жалғап кетем. Есіме шықпаса 30 ньютон-метр, одан кейін 120 градус. 120 градус. Болмаса 56 тартсаңдар болады. Потолок 7-6 килограмм ол бұл жерге. М10 шага 1.25 болу керек, есіме шықпаса. Мына М10-тікі. Мына М8-дар, онда жалғап кетем видео. Бұлар енді М8 8 мм ғой резьбасы. 20 ньютон-метр. Мен бұны енді қолым үйренген, қолмен тартып кете беремін. Мыналардан динамомен тартамыз. Шатун, коренной, головканы. Оларды ньютон-метрмен тартамыз. Өйткені бір күні күшің көп болады, бір күні ауырып жүресің, күшің әлсіз болады, әртүрлі тартасың. Сондықтан лучше мыналарды серьезный тартатын жерлерді динамомен тартқан. Мынаны енді аса бір қажет етпейтін. Қолың үйренген болса білесің. Так. М8 где-то бір М8 налар ғой, М8-дар 8-6 миллиметрлер. М8 дедім, М6. Бұлар сол динамомен тартсаңдар где-то 10 ньютон-метр. М8-дарың сол где-то 20 ньютон-метр. Болмаса видеоларды қыстырып кетеміз. Так. Қазір. Алып кетпейді мағаз без фиксации. Қазір көрейік алып кететкен. Пауза қойып. Так, жаңа кольцаларын, бұлар енді ремонтный поршын ғой бізде. 81-50 ғой. Кольцаларын жазуын қарадым, но 35 шықты бізде. Огнеупорный. 35 болды міне. 35. Бұл жерде көрінеді, көрінбейтін білмеймін. Өйткені күнге шағылысып мен түк көріп тұрған жоқпын. Мына шойын кольцамыз чугунный. Бұл где-то 55 болды. Шөппен 55. Ал енді мынаны айтып кетейін. Мына жоғарда тұратын кольца жылтыр болады, ақшылдау болады ғой. Мынаған қарады. Мына қаралау кольцасы шойын, чугун. Бұл мына ортада тұрады. Мына отқа шыдамды кольцасы жылтыр. Үстінде тұрады. Головканы тартамыз. Мен өзім сол 7-7,2 ньютон-метр тартам. Плюс-минус 7 килограмм дейші. 7 сол. Мануал бойынша есіме шықпаса 30 ньютон-метр. ГБЦ-ны тартамыз.
90 градус бір тартып шығасыңдар, одан кейін тағын 90 градус тартасыңдар. 2 рет 90 градус тартып шығасыңдар. Болмаса 7 килограмм, 7-2 ньютон метр. Ньютон метрдің динамоның қарасаңдар, ньютон метр үстінде болса, астында килограмм жүреді. Солай тартамыз. Мына саусақты кескен, мынаның қыры түңкіліп тұрған кезіне. Пышақ кесті, пышақ сөйтіп, так, саусақтың бәрін бітшін шығарды. Бұл цилиндр осындай кішкентай болады да, ол өзі. Көбісі бәрі тығыз орналасқан. Сондықтан 8 цилиндр өзіме ыңғайлы. Бәрі кең жасалған, бәрі ыңғайлы. Бір айны мұнан тез шешіп, тез жинауға уақытың ұтқанымен 8 цилиндр білмеймін өзіме жақындау болып келеді. Осылай видеоларды қосып кете мануалын, осы Туксонның қанша күшпен тартатынын. Так, ГБЦ-ны тартамыз. Бірінші этап 35 ньютон метр, екінші этап 90 градус, одан кейін тағы 90 градус. Так, М6 10 ньютон метр, М8 20 ньютон метр, М10 40 ньютон метр. Крепеж болттары лобовой крышканың. Так, Туксонның бірінші этап 20 ньютон метр, одан кейін 90 градус шатуный тартамыз. Так, Туксондікі бірінші этап 30 ньютон метр, кореновый тартамыз. Одан кейін екінші этап 120 градус.